Түркістан облысында жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлар білім беру ошақтарының алдында күнделікті оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жаяу жүргіншілер жолағынан өткізуде. Сондай-ақ төменгі сынып оқушыларына жол ережелерін мұқият түсіндіруде. Осы тұста тәртіп сақшылары ескертеді. Құрметті облыс тұрғындары, балаларыңызға жолдың кез келген жерінен кесіп өтпей, тек белгіленген орындардан ғана өтуді үйретіңіз. Көлігіңіздің алдыңғы орындығына кішкентай ұл қызыңызды отырғызбаңыз. Бұл өте қауіпті және әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ең бастысы баршамызға балалардың амандығы. Сондықтан жол қозғалысы ережесін қатаң сақтаңыздар.